Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге онлайн тақта Miro платформасын таныстыратын боламын. Ең алдымен Яндекс немесе кез келген браузерге Miro деп жазып іздейміз. Іздеу нәтижесінен шыққан ресми сайтқа кіреміз. Сайтқа кіргеннен кейін бізге тіркелу қажет. Ол үшін Google аккаунт арқылы оңай регистрация жасауға болады. Google аккаунтты таңдап, өз аккаунтымызға кіріп, бірнеше секунд ішінде тіркелу процесі аяқталады. Тіркелгеннен кейін бізді Miro платформасының басты беті қарсы алады. Бұл жерде дайын көптеген шаблондар және макеттер бар. Осы шаблондарды пайдаланып, өзімізге ыңғайлап өзгертуге немесе дайын күйінде қолдануға болады. Осы жерден өзімізге керекті шаблонды таңдап, онлайн тақтамыздың бетіне шығарып қолдана берсеңіздер болады. Осы дайын шаблондарды тақтаға енгізгеннен кейін оларды да мәтіндерін, кез келген графикасын өзгерте берсеңіздер болады. Міне мына дайын шаблонның сөздерін өзгертіп өзіңізге ыңғайлап аласыз. Кейіннен осыны сақтап немесе өшіріп өзіңізге керек емесін стикерлер бөліміне бассаңыз, сізге дайын түрдегі стикерлерді шығарып береді. Түрлі түсті қылып, оны да қолдана берсеңіздер болады. Стикерге өзіңізге керекті ақпараттарды жазып, немесе маңызды ойлар, тапсырмаларды белгілеп алуға өте ыңғайлы. Кейіннен сол жақ беттегі Т деген батырманы бассаңыз, яғни сізге текст жазатын батырма ашылады. Мұнда мәтін жазуға қажетті жерге мәтінді енгізіп, көлемін, түсін, шрифтін өзгерте аласыз. Одан кейін сізге кез келген фигураларды қолданып, онлайн тақтаға керек жерге белгілеп қолдана берсеңіздер болады. Кейін осы жерде кадр деген төрт бұрышты, сол жақтағы төрт бұрышты батырманы бассаңыз, сізге керекті форматтарды ұсынады. Альбомный немесе книжный, телефон экраны секілді формат таңдап қолдансаңыз болады. Қажетті формада өзіңізге салып аласыз шаблонды. Одан кейін сізде қаламның суретін бассаңыз, түрлі түсті карандаштың, өшіргіштің, карандаштпен жазғанда түсін өзгертуге болатын батырма пайда болады. Осы жерден карандаштың суретін таңдап экранға жаза берсеңіздер болады. Қажет емес ақпараттарды өшіру үшін осы жерде карандаштың кейін өшіргіштің батырмасы және осы өшіретін заттарды белгілейтін граф ашылады. Содан өзіңізге қажетті емес ақпараттарды белгілеп алып өшіріп тастасаңыз болады. Кейін мына жерде Т әрпімен текст жазатын батырмадан кейін орналасқан шаршының үстін бассаңыз, өзіңізге керекті форматты таңдап аласыз. Кейіннен осы жерге текст батырмасын басып, қажетті мәліметтерді теріп жаза берсеңіз, немесе қолмен жазсаңыз да болады. Дайын ақпаратты жазып алғаннан кейін үлкейтіп немесе кішірейтіп өзіңізге қажетті формат жасайсыз. Кейіннен шрифттардың түсін, көлемін өзгертіп, жазуын өзгертіп өзіңізге сақтап алсаңыз болады. Жоғарыда обновление батырмасының қасында белгі тұр, соны бассаңыз, өзіңіздің жаңағы бетіңізді экспорттап аласыз, PDF немесе басқа да форматта. Міне осындай күйде сақталады. Немесе онлайн тақтаны поделиться батырмасын жоғарыдан басып, сілтемесін басқа адамдармен де бөлісулеріңізге болады. Онлайн тақтаның атын өзіңізге керекті етіп жазып аласыз. Одан кейін осындай сайт ашылады. Сол жаққа өзіңіздің Google аккаунтыңызды немесе шақырушы адамыңыздың email почтасын жазып, шақырып жіберсеңіз де болады.